Жылқыны уақытша мына жерге байлап қойдым. Алланың қалауымен. Енді шөп жей тұрсын деп. Бірақ та міне мына жердегі жолдың жиегіндегі тұрған бие босатылып кетті. Енді оны қалай ұстаймын? Ол жанына барсаң көбіне ұстатпайды. Үйден шелек алдым. Яғни күнделікті қандай шелекпен жем берем, сондай дәл шелек алдым. Сондай түсті, мынандай сұр түсті міне. Осындай. Енді мына жерде мынау бие міне уже сезіп тұр. Мына жерде яғни жем береді деп ойлап, уже мынау шелекті көре салысымен. Егер де қашып ұстатпай жатса, осылай шелекті апарып, осылай көрсеткен дұрыс. Себебі ол өзі жақындап ұстатуы мүмкін. Әбден мүмкін. Қазір енді анау екінші, үшінші жылқыға барамын қазір, бұйырса. Енді қазір апрель айы, 9 апрель, 9 сәуір 2020 жыл. Қар еріп қалдығы. Мына жер кәдімгі дене болып отыр. Ай. Мынау құлым енді бұл өзі бұлардың артынан еріп жүреді. Маған мынау биені ұстау керек бұйырса. Міне шелекті көрсетіп жатырмын. Кел. Кел. Енді алып ұстай қойдым міне. Кеш уақыты. Жылқыны жетектеп апаратырмын. Бұйырса үйге байлап